Дені саудың жаны сау. Бүгінде бұлғым көпшіліктің ұстанымына айналып, салауатты өмір салты әлемдік трендке айналып барады. Ол тіпті адамдардың корпоративтік өмірлерінде көрініс тауып жатыр. Кәсіби жарыстар әлем елдерін біріктірсе, ұжымдық спорттық шаралар қызметкерлердің басын қосады. Осы бағытты бұрыннан ұстанып келе жатқан Қазақмыс холдингі жұмысшыларының ғана емес, қала тұрғындарының да спорттық мәдениетіне үлес қосып келеді. Қазақмыс холдингі спорт адамның зор денсаулығының кепілі екендігіне сенімді. Салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында әйгілі компания жыл сайын қызметкерлерін сауықтыру бойынша келісімдерге қол қояды. Сондықтан футбол, волейбол, жүзу сынды спорт түрлерімен шұғылдануға арналған кешендер компания қызметкерлері үшін әркез ашық. Олардың балаларына да сауықтыру лагерлері, спорт секциялары мен бассейндерге жолдама беріледі. Сондай-ақ холдинг жұмысшылардың керек кезде медициналық ұйымдардан тегін ем алу үшін жағдай жасап қойған. Мәди Сейтқалиев Жезқазғандағы байыту фабрикасында 7 жылдан бері еңбек етіп келеді. Ол өндірістік желдету жүйесінің қызметкері. Күн сайын әріптестерімен фабриканың цехтарын аралап, қондырғылардың жағдайын бақылайды. Артынша желдету процедурасын жүргізеді. Бұл іс аспирация деп аталады. Ал жұмыс күні аяқталған соң Мәди жаттығудың алдында күш-қуат жинап алу үшін үйіне асығады. Мәдидің каратэге қызығушылығы 11 жасында басталған. Сол уақыттан бері бұл спортты бір сәтке тастаған емес. Қазірде айналысып жүр, бірақ спортшы емес, жаттықтырушы ретінде. Сонда да ол жұмысымен қоса сүйікті ісіне де уақыт тауып жүр. Да, это вообще по душе. Мұнда менің жаным жай табады. Жұмыстан соң осында келіп шаршағанымды басасың. Балалармен бірге жұмыс істеген ұнайды. Бұл менің сүйікті ісім. Сейтқалиевтің бұл салада 8 жылдық тәжірибесі бар. Осы уақыт ішінде ол талай жас спортшыларды тәрбиелеп шығарды. Шәкірттері халықаралық жарыстардан жүлделі оралады. Ребята у нас. Балалар 5 жастан келеді, кіші топ 5-тен 8-ге дейін, ал үлкен топ 9 жастан ары қарай кете береді. 18 жастан асқан жігіттеріміз де бар. Еуразия чемпионы атанған балалар бар. Жастардың арасынан Тукушев Алихан Петропавлда өткен халықаралық турнирде бірінші орын иеленді. Сугурали Дидар Қазақстан чемпионы, Әділханов Құдайберген Қазақстан чемпионатының жүлдегері. Өзге де жақсы нәтиже көрсетіп жүрген шәкірттеріміз бар. Жыл қорытындысы бойынша шешуші сынақта Сейтқалиев шәкірттерінің алған жетістіктері арқасында Сұңқар клубы 2-ші орынға ие болды. Бапкер мұнымен тоқтамақ емес. Спортшы көпшілікке насихаттауын жалғастырмақшы. Оның үстіне Жезқазғанда спорт бағыты жылдан жылға күшейіп кең өріс алып келеді. Яғни алар асу әлі алда. Залды жалға алғанбыз. Осы үлкенімен тағы бір кішісі бар. Әзірге жалға алып жаттығамыз. Бірақ әрине өз залымыз болғаны жақсы ғой. Карате орталығы болса тіптен керемет емес пе? Қазақмыс қызметкерлерінің арасында тек каратистер ғана емес, жекпе-жекпен әуестенетіндер де бар. Ал холдинг пен оның еншілес компаниялары жұмысшыларының арасында қазақша күрестен өтетін Қазақмыс барысы жыл сайын ұйымдастырылатын дәстүрлі жарысқа айналған. Додаға қатысам деушілердің саны қашанда көп. Солардың бірі Сәтпаев қаласының шахтасында жұмыс істейтін балуан Ислам Рахманқұлов. Бұл турнир алғаш рет 2019 жылы өткізілген. Содан бері Ислам бірде-бір жарысты қалдырған емес. 10 лет занимался, потом на шахту. Дзюдомен 10 жыл айналыстым, кейін шахтаға кеттім. Қазір жаттығуларымды қайта қолға алдым. Осы Сәтпаевтағы спорттық сауықтыру кешенінде өзім басқа жігіттермен жаттығамыз. Жеке тренер бар. Жұмыспен қоса алып жүру қиын деп айта алмаймын. Бәріне үлгеріп жүрміз. Бірнеше жылдан бері Қазақмыс барысының бас жүлдесі үнемі Исламның қанжығасында кетеді. Дегенмен бұл оның жалғыз жетістігі емес. Холдинг ішіндегі спорттық сайыстардан бөлек ол өзге де жарыстардан қалмайды. Дзюдодан спорт шебері, самбо күресінен Қазақстан чемпионатының халықаралық жарыстарының жүлдегері, тағысын тағы. Ол мұнымен тоқтамаймын дейді. Дзюдодан спорт шебері, самбо күресінен Қазақстан жүлдегері. Қазақмыс барысынан 2019-2023 жылдары 4 жыл қатарынан 1-ші орын алдым. Спорт қазір жақсы дамуда. Жастарға неше түрлі секциялар ашылып, үкіметтен жақсы көмек көрсетіліп жатыр. Қазақмыстан да қолдау көп. Демалыс уақытында жаттығамыз. Жарыстарға босатып жіберіп отырады. Қазақмыс қызметкерлерінің өмірінде ерекше орын алатын спорт түрі футбол. Оны бәрі сүйіп ойнайды. Ал жұмысшылардың саны бір цехтың өзінен бір команданы жинауға мүмкіндік береді. Ал холдинг үнемі футболдан чемпионаттар мен турнирлер өткізіп тұрады. Біздің байыту фабрикасының футбол командасы жергілікті Ұлытау облысының
лигаларында, Қарағанды облысының лигаларына белсене қатысушылардың бірі. Осында болып жатқан лигада болсын, қаламызда өңірімізде отқан жарыстардың бірінші дүркін чемпион деп айтуға болады. Және корпорацияның өзінің ішіндегі холдинг арасындағы турнирлардан жеңімпаздары. Міне осы жақында өткен, наурызда өткен жарыста футболдан Байыту фабрикасы лайықты бірінші орын алды. Мейіржан холдингтің тыныс-тіршілігімен бала күнінде танысқан. Сол кезде ол Қазақмыс футбол академиясының ойыншысы еді. Оқуға түсіп басқа қалаға көшіп кеткесін спортты қоя тұруға тура келіпті. Бірақ Жезқазғанға оралғаннан кейін Мейіржан Байыту фабрикасына жұмысқа тұрып, футболды қайта қолына алды. Әзірге команда турнирлерге тек әуесқой ойыншылар ретінде қатысып жүр. Жұмыс жасауыма ешқандай кедергі жоқ. Таңертең жұмыс жасасам, үйге демалып, кешкісін оқу жаттығу жасап, тренировка жасап, ешқандай жұмысыма кедергі келтіріп жатқан жоқ. Осындай қолдау көрсетіп жатқан Қазақмыс корпорациясына, правкомдарға алғысым шексіз. Және жұмыстағы әріптестеріме алғысым шексіз. Әрқашан қолдау көрсететін отбасымызға, қала тұрғындарына, біздің жанкүйерлерімізге рахмет білдіреміз. Расында бұл спорт түрінің Қазақстанда ғана емес, әлем бойынша миллиондаған жанкүйерлері жетерлік. Жеке облыс боп құрылғаннан кейін өңірлік футбол клубын ашқан Ұлытау тұрғындарының өмірінде де футболдың айрықша орны бар. Ұлытау футбол клубы бұрынғы еңбек клубының базасында құрылған. Бүгінде ол Қазақстанның 2-ші лигасында жақсы ойын көрсетіп жүр. Ұлытау облысы футбол қауымдастығының басшысы Ғалым Нұржановтың сөзінше, өңірде бұл спорттың дамуына мол мүмкіндік бар. Оның бір көрінісі Ұлытау клубына қарасты футбол академиясы. 2022 жылдың желтоқсан айында облыс әкімдігі мен Қазақстан футбол федерациясы өңірдегі футболды қолдау және дамыту жөніндегі меморандумға қол қойды. Қазақстан футбол федерациясының президенті Әділет Барменқұлов біздің бастамамызға қолдау білдіріп, Ұлытау облысы халқының арасында спортты ілгерілтуге қызығушылық танытты. Сондай-ақ салауатты өмір салты дарынды жастардың қарым-қабілетін ашуға жаңа мүмкіндіктер сыйлайтынын атап өтті. Футболда нәтиже жасалған жағдаймен тікелей байланысты. Жағдай жасалса, нәтиже де болады. Бұл дегеніміз қарапайым құрал жабдықтардан бастап кәсіби бапкерлер мен стадионның болуы. Спорт сүйер қауым Жезқазғанмен қатар Балқашта да баршылық. Мұндағы мыс балқыту зауытында Қазақстаннан тыс мемлекеттерде де танымал Алексей Федяев балқытушы болып қызмет етеді. Федяев жұмысымен бірге қызығушылығы пауэрлифтингпен айналысуға да үлгереді. Және бұл спорт түрінен үлкен жетістіктерге жетіп, биік белестерді бағындырып жүр. Артында пауэрлифтингтен 15 жылдық тәжірибесімен Қазақстан шетелде еленген толассыз марапаттары тұр. Холдинг басшылығы жарыстарға дайындығына жәрдемдесіп, спортсменге барынша қолдау білдіріп келеді. Принимал участие в соревнованиях как на территории Казахстана. Мен Қазақстан аумағында Азия, Еуропалық жарыстарға қатыстым. Оңтүстік, Орталық Америка, Еуропа, Ресей және Украина елдерінен жүлделі оралдым. Оған қоса қазір адамдарды жаттықтырып жүрмін. Шәкірттерім көп, арасында цех қызметкерлері де бар. Федяев Қазақмыс қызметкерлерінің әсіресе жастар арасында ауыр атлетиканы кеңінен насихаттап жүр. Ол әлі күнге дейін спорттық іс-шараларды, спорттық жарыстарды өткізіп алмауға тырысады. Бірақ онда баяғыша жалғыз емес, әр өңірдегі холдинг қызметкерлерінен жинаған командасымен барады. Ежедневные тренировки, если мы готовимся на соревнования. Біз күнделікті жаттығамыз. Жарыстарға қатысатын болсақ, жұмыс арасында жұмыстан кейін үнемі дайындық. Әзірге 5 адамды жаттықтырып жүрмін. Қазір демалыс, тынығып жүрміз. Айтып жатқаным, жарыстарға қатысатын жігіттер. Абдимов Саят, Зеленин Андрей деген біразға келген бірталай сайыстардың жеңімпаздары. Тәжірибелері мол. Ал жастар әзірге жаттығып, дайындала тұрсын. Бәрі алда. Балқаш мыс балқыту зауытының атын спорт арқылы танытып жүрген тек Алексей Федяев емес. Халықаралық турнирлердің бірнеше дүркін жеңімпаздары электролиз цехінде де бар. Орденбек Қуанышбеков өндірістегі аса қадірлі қызметкерлердің бірі. Оның мыс зауытындағы қызмет өтілі 20 жылдан асқан. Бұл жұмыс әрине физически ауыр болады. Сондықтан жалғыз бұл жұмыстан бөлек бос кезімізде спортпен айналысам. Мен осы 2015-ке дейін бұлайнан өзім қол күрес спортын армрестлинг дейді. Жақсы қызықтым, жақсы көрдім. Содан наурыздарда, мерекелерде жаңағыдай қатысып жүрдім қол күрестерге. Содан 2015 жылдан бастап бері қарай
айналыса бастадым, облысты тыңғылықты айналыса бастадым қол күреспен. Сосын 2019 жылы Қазақстанды облысты тұттым қол күрестен. Облысты тұтқаннан кейін Қазақстанға бардым, чемпионат Қазақстаннан бірінші орын алдым, Азияға, мирға жолдама алдым. Армрестлер аз уақыт ішінде Федяев секілді халықаралық жарыстардың түгелінен дерлік жүлделі оралған. Орденбек Қуанышбеков қол күресті енді жастарға үйретіп жүр. Қазір қол астында Балқаш мұз балқыту зауытының жұмысшыларынан бөлек өзгеде қала тұрғындары жаттығады. Ол бір аптада 3-4 сабақ өткізеді. Ал жарыстарға спортшылар бірде-бір уақытын бос өткізбей, залда ғана емес жұмыста да дайындалады. Жалпы бұл қол күрес спортына жалпы мысалы елдері ойлайды, мысалы, бұл жеңіл спорт деп. Бұл жеңіл спорт емес, бұл жерде адамның характер керек, ерінбек, жалқаулық болмау керек. Бұл ең адам айтады ғой, адамның бүкіл 62 мүшесі қимылдайды. Аяқтан бастап бүкіл пресс, қол, білектің күші, бүкіл барлық күштің бәрі қолдың басына жиналады. Анау мынау не мысалы айналысып кете алмайды бұл спортпен. Қолдың басына келеді, бұл қолдың басынан күштің бәрі бір жерге жиналу керек та. Тяжелый условия труда дейді, ауыр жұмыста жүріп, спортты да бірге алып жүрдің өзі де мысалы оңай шаруа емес, оған да шыдамдылық керек, төзімділік керек деп айтқым керек. Мен жастарды мысалы талай жастар жүр, әуестеніп, талпынып жүрген жастар көп. Соның бірі міне Тілекті айтуға болады, Астаналы Тілек. Тағы да Мейірбек деген жігітіміз бар. Сол еңбек етсе адам ерінбей, бәрі жетістіктерге биіктерден көріне береді деп сенемін. Ұжымдық өмірдегі спорттың алар орны жылдан жылға күшейіп келеді. Тимбилдинг сынды шаралар ұжымды бір жағадан бас, бір жеңнен қол шығарып, бір тұтас болуға үйретеді. Қазақмыс бұл салаға қашанда айрықша көңіл бөледі. Холдинг өңірдің әр тұрғыны мен жұмысшылар өзінің жанына жайлы қызығушылығын таңдай алу үшін түрлі спорттық шаралар ұйымдастырады. Қазақмыс компанияларының өндіріс орындарында қызметкерлердің денсаулығына нұқсан келмеу үшін бар жағдай жасалған, ал барлық ұсыныстар қараусыз қалмайды. Спорттың адам өміріндегі маңыздылығын түсіне келе, холдинг спорттық мекемелерді қаржыландырып, көмегін аямауға тырысады. Ұлытау клубынан бөлек спорттық құрал жабдықтар алу, паралимпиадалық ойындар және стендтік атудан әлем кубогын қаржыландыру мәселесін түгел өз мойнына алған. Сымбат Серікқызы, Жанат Тұрсынов, Марат Бейсов, арнайы репортаж.